Қазір судың да сұрауы бар. Негізгі мәселе қара судың құнында. Бір қуантарлығы әзірге Шымкентте ауыз судың бағасы елімізде ең төменгі. Бұл су ресурстары маркетинг серіктестігінің жұмысты жүйелі атқарып отырғандығын айғақтаса керек. Нақтыласақ, судың бағасы литріне 8 теңгенің шамасында, ал адам басына айына шақсақ 200 теңгеге жобалайды. Электр энергиясы қазіргі күнге 25 теңге 1 киловатты. Дизель отыны 191 теңге 1 литрге. Мынау дүкендегі бөтелкедегі су 150 теңге. Қаланың аумағы күн санап кеңейіп келеді. Сондай-ақ алдағы 5 жылдың көлемінде 80 мыңнан астам тұрғыны бар Шымкент Сити қалашығы пайдалануға беріледі деген жоспар бар. Оларды ауыз сумен қамтамасыз етуде үлкен жұмыс. Өзіміздің тозығы жеткен 23 нысанымызды, өндірістік нысандарымызды қайта құруға жоспарлап отырмыз. Оның ішінде ол үшін 2 миллиард 700 миллиондай қаржы керек. Оның ішінде ең үлкені ол мынау біздің Күмісбұлақ су қабылдағышы. Ол бұрыннан бері қарай бізде консервацияда тұрған болатын. Мына енді Шымкент Сити микрорайон 80 мың адам тұрады. Қазір қалалық органдар жұмыс істеп жатыр. Соған біз суды қамтамасыз ету үшін жаңа Күмісбұлақ водозаборын қайтадан қалпына келтіруіміз керек. Серіктестік тарапынан қазірде жылына кемінде 3-4 рет апат болатын бірнеше су құбырлары жаңартылуда. Атап айтсақ, Моминов, Жібек жолы, Бейбітшілік, Ерубаев көшелерінің бойы. Сонымен қатар кәсіпорын Орта Азиядағы жалғыз биогаз қондырғысын іске асыруда. Жобаны Европалық қайта құру және даму банкі қаржыландырылған. Тиісінше сумен қамтамасыз етуден түсетін қаржының қазірде 36% сыйақы төлеу мен нағосы негізгі қарызды өтеуге жұмсалады. Жұмысты жеңілдетудің тағы бір жолы сандық технологияға көшу. Барлық абоненттерімізбен біз мына электронды байланыс орнатқанбыз. Соның арқасында дебиторлы қарыздар болса тұтынушыларда, одан кейін су өлшеуіш құралдарының мерзімі жақындағанда, апатты жағдайда су орындары алған жағдайда біз SMS хабарландыру жіберу жүйесін іске қостық. Тынған тірлік жетерлік. Мұны басқа монополистерге қарағанда халықтан су арнасына келіп түсетін арыздардың едәуір аз екендігі айғақтайды. Арасында да су ресурстары маркетинг серіктестігінің 22 жылда істегені ерен еңбектің арқасында. Осылай деп түйді қалалық мәслихат депутаты жиында. Егер сіздер естеріңізде болса, осыдан 4-5 жыл бұрын қала бойынша 25-30% дейін еді канализацияның көлемі. Қазір қарап отырсыздар 60% дейін жеткен қазір. Құдай қаласа, егер осы қарқынмен жұмыс істей берсе, онда сол 80-90% дейін жеткізсе, уже қаламыз үлкен мегаполисқа атына сай болайын деп тұр.